Достар, бүгін мен WebMoney арқылы 5000-ға заявка жасайтын боламын ВМЗ сатып алу үшін. Ол үшін пополнить дейсіздер, через Exchanger Money дейсіздер, все варианты. Біріншісін таңдайсыздар. Себебі біз Каспи картадан аударатын боламыз. Ол үшін таңдайсыздар. ВМЗ Қазақстан теңгесін таңдайсыздар. Себебі біз Қазақстан теңгесімен жұмыс істейміз. Басқасын таңдамаңыздар. Басқа жерін басудың қажеті жоқ. Енді поискке жазасыздар, покупкаға жазасыздар бірінші. Мен қазір 5000-ға істеймін. 5000 қанша ВМЗ келеді, соны біліп аласыздар. 12 келеді екен. Кейін продажаны көресіздер. Екеуінің арасында разница болады. Соған қарайсыздар. Міне продажада сіз сатқаныңызда 12-де 81 5000-ға келеді екен. Енді біз өзіміз заявка жасайтын боламыз. Біз купить на своих условиях дейміз. Себебі сатып алып жатырмыз. Енді сізде қанша ақша бар, соны жазасыз. 5000 дейміз біз. Он 12-де 5 келеді екен. Оны біз қазір 12-де 8 дейміз. Кейін Каспи банк дейміз. Мысалы, менікі Каспи банк. Басқа біреуде народный болса, народный деп жазса болады. Енді заявка дейміз. Подать заявку дейсіздер. Да дейсіздер. Кейін спискіге шығасыздар. Создать свою заявку дейсіздер. Енді спискке шығамыз. Бұлай вернуться к списку дейсіздер. Енді көресіздер. 5000 деп жазасыздар. Сіздің заявкаңыз продажада тұрады. Купить дегеннен кейін продажаға түседі. Міне, біріншісінде тұр. Себебі бізден алдыңғы адамнан аз істедік. Соған қарайсыздар. Мысалы, бағана шықты ғой, 12-де 5 деп үйтіп қоймаңыздар, сіздерге арзандау түсіп қалады. Сол үшін мен екеуінде көрсетем. Себебі покупканы да, кейін продажаны да. Продажаның ең басында тұрғаннан азырақ істей беріңіздер. Себебі сіздерге контрагент тез келеді. Контрагент дегеніміз ол бізге ВМЗ сататын адам. Біз сияқты адам ол. Бізде басқа, мысалы, бізде контрагент болдық, заявка дайындағандықтан. Біз басқа адамға контрагент болып саналамыз. Көп адам оны түсінбейді. Біз сияқты адамды контрагент дейді. Мысалы, қанша заявка істеп, өздеріңіз сатып ала берсеңіздер, сіздердің де рейтингтеріңіз көбейе береді. Мысалы, менікі қазір 67. Мен қазір тағы көбейтсем, мысалы, көп сатып алсам, заявка жасасам, содан кейін көбейе береді. Мысалы, сіздер енді бастағанда бір 5 болуы мүмкін, 10 болуы мүмкін. Қанша көп заявка, қанша көп сатып алсаңыздар, ВМЗ сатып алып, Алипейге салсаңыздар, сонша көбейе береді сіздердің рейтингіңіз. Енді тағы бір заявка істеп көрсетейін. Купить на своих условиях дейсіздер. Енді біз 10.000-ға істеп көрейік. 10.000-ға 25. Дейді 25-де 5 деп қойық. Тағы қоссаңыздар болады, өзін жазу шарт емес. Қас көреміз, қайсысына подать заявку дейсіздер. Мен Каспи банк деп жазам. Себебі мен Каспи банк. Көбісінде Каспи банк.
Ол жазғанымыз бізге комиссиясыз келеді. Басқа банкті жазатын болсаңыздар, мысалы, сіз сатып алатын кезде, өзіңіз кәсіби банкпен жұмыс істеп, народныйын сатып алсаңыз, сіз комиссия төлейсіз. Сол жағында ұмытпаңыздар. Енді жазамыз. Мен 10 мың дедім ғой. 10 мыңды жазасыздар, продажаға жазасыздар. Сол жерден шығады сіздердікі. Менікі уже 4-шісіне түсті. Мен оны негізі төбесіне істеуім керек. Сонда контрагент тез келеді. Ол үшін көріп аласыздар. Мен бағана көрмедім ғой. Сол үшін көріп алыңыздар деп жатырмын. Көрмей істеп көрсеттім сіздерге. Төбесінде астында, мысалы, покупканы да, продажаны да көріп аласыздар 10 мыңға. Сол кезде осыдан аз істейміз. Қазір 25-те 2 қып істейміз, сонда біріншісіне шығады біздікі. Заявканы қалағанша істей берсеңіздер болады. Контрагент келеді, кен істегеннен кейін оны сатуларыңыз керек. Атмен жасай беруге болмайды. Сол үшін көресіздер. Мен өзім заявка істегенде 5-6 оқып істей беремін. Сонда адам тез келеді, контрагент тез келеді. Көресіздер қазір. Қайсында тұрмын. Продажаға қарайсыздар, 10 мың деп жазасыздар. Жаздым. Қаш шығады? Біріншісіне шықты. Сол үшін қарап істеңіздер. Сөйтіп заявкаларыңызға адам келген кезде сіздер главныйдағы WebMoney'дің өзіне кіресіздер. Кіргеннен кейін мына жерінде чаты деген бар. Перевод болса өстіп шығып тұрады сіздерде. Ең біріншісіне қарайсыздар. Мына жеріне сообщение келеді. Сообщение келгенде осындай болып тұрады. Соның үстінен басасыздар. Контрагент келді деп айтады сіздерге. Мен суммасын жіберген болса, сөйтіп жазылады. Менікі Alipay-ге уже. Бірінші ВМЗ сатып аламыз. ВМЗ-ны сатып алғаннан кейін Alipay-ге саламыз оны. Alipay-ге салу үшін тағы заявка істейміз. Оған отдельно істелінеді. ВМЗ сатып алғаннан кейін істелінеді оған. Уже дайын ВМЗ-ңыз болса, істелінеді. Егер сізде ВМЗ болмаса, істей алмайсыз. Кейін Alipay-ге өзіңіздің даныйларыңызды жазасыз. Номеріңіз бен аты жөніңізді жазуыңыз керек. Ол басқа видеомда мен салып қойғам. YouTube каналыма көрсеңіздер болады. Видео ұнаса, лайк басып, подписаться етіп қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазсаңыздар болады.